Заң мен тәртіп тыныштық кепілі. Мемлекет басшысының идеясымен қолға алынған қағида бүгінде сәтті жүзеге асырылып келеді. Мәслихат депутаттары кездесу үшін ауыл шаруашылығы колледжін таңдалған тегін емес дейді. Өйткені дәл осы жастар ертең күні ауылға барып қызмет ететін, ауылдың гүлденуіне атсалысатын жас буын, деді депутат Марат Қойлыбаев. Біздің облыстық мәслихатта жалпы әлеуметтік салаға облыстан бөлінетін бюджеттің 70%-ға дейіні осы әлеуметтік салаға бөлінеді. Оның ішінде білім бар, денсаулық бар, басқасы бар. Ал енді осындай шама қаржы бөліп отырған уақытта қазіргі мына осындай колледждерде мектептің қабырғасында оқып жүрген оқушыларымыз тәртіп бұзып жатқанды естігенде біз әрине қынжыламыз. Сол себепті мына заң мен тәртіп деген бар. Тәртіпке бойсынып отырып, тәртіпті сақтай отырып, өзіміздің жастарымыздың бойында ондай бір жаман теріс бір әрекеттер ұяламау керек. Заң мен тәртіп қағидаты аясында жастардың арасында кең таралған жәбір көрсетушілік, яғни буллингтің алдын алу мәселесіне ерекше мән берілген. Осы орайда колледж ұжымы өскелең ұрпақтың құқықтық сауатын арттыру мақсатында құзырлы орган өкілдерімен жиі кездесу ұйымдастырады. Қазіргі таңда осы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында және жасөспірімдерді құқық бұзушылыққа жол болдырмау мақсатында бүгін кездесу студенттеріміздің арасында ақпараттық түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Осындай түсіндірме жұмыстары біздің қоғамда қазіргі жасөспірімдер арасында құқық органдарының адамдарымен, қызметкерлерімен көбірек болса деп ойлаймыз. Нөмірі 4-ші полиция қызметкерлерімен бірлесіп өткізеді және колледж инспекторлерімен топтағы студенттерге түсіндірме жұмыстары жүргізіліп отырады. Бұл бірнеше рет өткізіліп жатқан түсіндірме жұмыстары. Жиында жастардың арасында құқық бұзушылық, нашақорлық, буллинг және сталкинг мәселелеріне тоқталып, бұл әрекеттердің заң алдында жауапкершілігі бар екен туралы айтылды. Сондай-ақ спикерлер жастармен ашық пікір алмасып, құқықтық мәселелер бойынша сұрақтарына жауап берді. Райгүл Эншібай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.